Ассалаумағалейкум достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте бір пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бұл кеңесті маған 30 жылдық тәжірибесі бар құрылысшы айтқан болатын. Егер де 5 ковлакпен үй салатын болсаң, оның ішін дегенде тесіктері болады, соны топырақпен толтыру керек екен. Ол топырақпен толтырылған песковокпен соғылған үйдің сыртын еш қаптаудың қажеттігі болмайды екен. Бұл кеңесті мен өте пайдалы деп ойлаймын. Мысалы, сіз үйдің сыртын қаптауға шамаңыз келмей жатса, не болмаса, сіз үйдің 1-2 жыл отыруын күтіп, сыртын қаптамаймын деп шешсеңіз, онда сіз қыста үйіңіздің жылулығын сақтай алмайтын боласыз. Үй өте суық болуы мүмкін. Сол себепті топырақпен ішін толтырсаңыз, өте арзанға түседі және жылуы сақталады деп ойлаймын. Егер ақпарат пайдалы болса, WhatsApp топтарға таратып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.